Баршаңызға ассаламу алейкум, қайырлы күн. Бүгін біз өте ерекше дәмді муравейник жасайтын боламыз. Сіздер үшін арнайы ізденіп, өте жеңіл жасалынатын және дәмдісін таңдап алдым. Ең бірінші ұнды ситадан өткізіп аламыз. 330 грамм. Үстінен бөлме температурадағы сары майымызды қосамыз өлшеп, және қантымызды қосамыз. Барлығын қолмен ұнтақтап араластырып аламыз. Видеодағыдай. Ұнтақталған массамызға бір жұмыртқамызды қосып, сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қамырымызды илеп, 3 бөлікке бөлеміз видеодағыдай. 3 бөлікке бөлгеннен кейін тоңазытқышқа салып қатырамыз. Массамыз қатқаннан кейін теркадан өткізетін боламыз. Барлығын өткізіп алғаннан кейін духовкада 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді блендерде ұнтақтап аламыз. Немесе бір пакетке салып, оқтаумен ұнтақтап алсаңыздар болады. Ұнтақтап алғаннан кейін бір банка вареная сгущенкамызды алып, езіп кішкене үстінен ұнтақталған массамызды қосамыз. Өздеріңіздің дәмдеуіштеріңізге қарай грецкий орехті қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен қостым, дәмі кірсін деп. Ал барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Байқағаныңыздай, екіншісін мен қатты ұнтақтадым, ал біріншісін сәл үлкендеу қылдырдым, себебі солай әдемі көрінетін сияқты. Ал өздеріңізге ыңғайлы форма қылдырып алсаңыздар болады, домалақ, немесе формаларыңыз болса формамен. Ал муравейнигіміз өте тез дайын болды. Бетіне макта сеуіп шықтым. Комментарияға жазып кетіңіздер, қалай шыққанын. Сіздерде